Жаз басталды дегенмен бассейнге бару басталды. Қыздарыма обещать етіп қойған едім, қайта-қайта қасыма келіп сұрай берді, сосын қой дайындалайық деп дарбыздарымды жуып алдым. Жазды менсіз елестете алмайсыңдар ғой, бірақ мен ауырмын ғой, көтеріп бара аласың ба өзі? Амалдап көтеріп барам ғой енді дедім да, енді бассейнге келген жерде мороженое сатады екен. Мороженое көрсе айналып өтпейміз ғой, сразу бір үштігін жеп алып қыздарымды бассейнге түсіріп жібердім, өзім дастархан жасауға кірістім. Апамдардың жағдайы жақсы ғой, пицца алып апты, суши алып апты қастарына. Суға түсуге күніге келіп отқан жоқ қой, жейді да енді. Мен қымбатпын ғой, бірақ барлығы алады мені. Бұл бергі жағы ғой, мына жақты қараңдар сендер. Мені тау саласыңдар ма өзі, тез жеп қойыңдар, әйтпесе сырым қатып қалады. Судың да неше түрлісін алып апты, мынандай да бар екен, мынау да. Үйден күнде шықпаймыз, келген соң осылай рахаттанып шомылып алайық дедім да. Сүртініп болған екен, шылқылдатып тастап кетпей жайып қой бір жерге. Үйге барған соң тазалап жуып қоямыз, не болды сонша дедім да, мына жақта қызым күштілеп шомылып жүр ғой. Жел беріп қойсаң болмай ма, батады қазір ана қызың. Батпайды, уайымдама, мен қызым салмағын көтереді бұл. Пицца, суши деген далбаса ғой, мені жемесе қарындары тоймайды. Біз етсіз қарнымыз тоймайды, ол суға түсіп келе салып қайтадан қарнымыз ашып кетті, сосын шашлик алдырып алдық. Мына жақтан мен молты алдым, ал мына жағында окорочка алдық. Дәмі енді супер екен, мынандай күшті салат алдық. Мен нежный салатпын ғой. Осылай күштілеп демалып қайттық, артынан жел болып кетті. Ал сіз жаз басталғалы бассейнге бардыңыз ба?